Көктемнің жарқын мерекелерінің бірі ұлыстың ұлы күні Наурыз. Ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастауы мейрамы 22 Наурыз күн мен түн теңелгенде тойланады. Ұлыстың ұлы күні көнеден келе жатқан мейрам болғандықтан қазақ елі үшін ғана емес, Парсы, Кавказ және түрік халықтарының арасында әрқашан қасиетті киелі саналған. Бұл мейрам ұлттық болып саналғанымен, деструктивті діни ағымдардың өкілдерінің және діни білімі жоқ адамдардың осы мерекені тойлауға қарсы пікірлері әлеуметтік желілерде кеңінен таралып жатыр. Жалпы қасиетті Құран Кәрімде Алла Тағала әртүрлі ұлтты жаратқандығын айтады. Әртүрлі ұлттың өзінің ұлттық бір ерекшелігі бар, ұлттық бояу бар. Өкінішке орай қазіргі уақытта осы қазақ деген ұлттың кейбір ұлттық құндылық, ұлттық болмысын жоққа шығарып, оны мансұқтамақшы болған кейбір жастарда көрінеді. Бұл Наурыз біздің ұлттық мейрамымыз. Біз Наурыз ұлттық мейрамымыз. Жалпы түрік халықтарындағы бір үрдіс қыстан аман есен шыққаннан кейін көктемде бір-біріне сәлем беріп, бір-бірінің хал жағдайын сұрасып, бір-біріне қуаныш сыйлау үшін жасалынған үлкен бұл мейрам. Сондықтан қазіргі уақыттағы жоққа шығарушылар үлкен қателікке бой алдыруда. Бұл біздің ұлттық болмысымыз деп қабылдауымыз керек. Жалпы біз бір нәрсені ажыратуымыз керек. Діни мейрам бар, ұлттық мейрам бар. Жалпы діни мейрамды көбісі мысалы шариғаттың мәтінінде кірген мейрамдармен шектеп жатады. Ал енді біздің ұлттық мейрамымыз бар, ұлттық болмысымыздың. Егер бұл ұлттық мейрамның дінге, діннің негізіне ешқандай қарама-қайшылық болмайтын болса, дін оны не істейді? Оны құптайды, оны рұқсат береді. Ал енді Наурызда ешқандай бір дінге қарсы, Аллаға қарсы болған іс-әрекеттер болмайтын болса, оны неге мансұқтауға? Ол уақытта біздің жалпы тіліміз, дініміз, мәдениетіміз, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты жалпы әрбір күнделікті қазақ отбасындағы болып жатырған құндылықтар насихатталып, соны жастарға кеңінен үйретілсе, оның несі айып? Ну, это нормально, что это традиция народа, это его жизнь, и я его понимаю, вполне разделяю. У меня много друзей, и мы в этот день, конечно, друг друга поздравляем. Я думаю, что он, как вам сказать, он родился не на пустом месте, недаром же его называют. Это своего рода Новый год, да? И правильно, то есть это сама жизнь его породила эту дату. То есть для кочевников всегда очень сложный был зимний период, да? И особенно его последние этапы, когда уже и здесь напряженка, и тут кончается, и все. И вот наступало это время, и люди, конечно, с облегчением вздыхали, и первые проталины, и земля открывалась, где-то там поближе к югу тюльпаны расцветали. То есть это вот был такой как символ. Наурыз – это не религиозный праздник, это праздник казахского народа, народов Средней Азии, который глубоко вошел в культуру. Наурыз – это ведь Новый год, это древнейшее празднование Нового года в истории человечества, которое сохранилось. Поэтому я не вижу в нем ничего плохого, и, да, в общем-то, не может быть в нем ничего плохого. Праздник весны, праздник обновления, праздник начала новой жизни, когда вся природа расцветает. Это замечательно светлый праздник, который объединяет людей, который способствует тому, чтобы люди встречали весну, радовались, строили какие-то надежды, смотрели в будущее. Это прекрасно, это здорово. На самом деле мы празднуем, я как религиозное течение праздную религиозные праздники. Я даже свой светский день рождения не отвечаю, светский календарь. Я праздную по еврейскому календарю, каждый вправе праздновать по своему календарю, по своим праздникам, своим радостям. Я думаю, что ничего страшного, что есть еще какой-то новый праздник, сказать кому-то еще раз поздравляю, то есть это всегда приятно, и мы живем в свободной стране, каждый имеет право праздновать те праздники, которые праздновали, потому что если мы скажем сейчас про Наурыз начнем говорить, мы начнем говорить про 8 марта, про другие праздники, которые тоже не являются религиозными праздниками. Давайте поделим, что есть светские праздники, религиозные праздники, традиционные праздники, духовные праздники, праздники народа, праздники, просто какие-то даты. У каждого в жизни есть особые даты, поэтому я не вижу ничего страшного в праздновании таких праздников.